Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі сызу пәнінің мұғалімі Жанту Қымбат Төлеуқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы СКД негізгі стандарттарын қолдану, формат және масштаб. Сабақтың мақсаты білім алушыларға мөлшеріне және орындалатын пішініне байланысты сызылатын сызбаны үлкейтіп немесе кішірейтіп сызу жолдарын және де сызбада берілген нәрсені сызбасына қарап қалай жасау керектігі туралы түсінік беру. Масштабтар. Нәрсенің сызбада сызылған өлшемі мен оның нақты қолданыстағы өлшеміне қатынасын масштаб дейді. Масштабтар стандарттың белгіленуі мен қолданылуына байланысты үлкейтілген, кішірейтілген және нақты болып үшке бөлінеді. Сызбада масштаб сөзі жазылмайды. Оның орнына бас әріппен М әріпі ғана жазылады. Масштабтар барлық өндірістер мен құрылыс сызбаларын дайындағанда міндетті түрде қолданылады. Айта кететін бір жайт, егер сызба пішімді бірде масштабпен сызылған болса, онда масштаб белгілі жазу ішінде сызылады. Форматтар. Сызбалардың өлшемдерін келісім бойынша тағайындалған қағазға салынады. Көбінесе А4, А5 форматтары қолданылады. Формат сыртқы жіңішке қоршау сызығымен анықталады. Сызбада форматтың ішкі қоршауы қағаздың үстіңгі оң және төменгі жақтарынан 5 мм қашықтықта, ал сол жағынан 20 мм қашықтықта үздіксіз жуан сызықтармен сызылып көрсетіледі. Форматтар. Негізгі форматтардың белгіленуі мен өлшемдері бірде бірінші кестеде көрсетілген. Қажет болған жағдайда форматтардың жиектері А5 форматтарын қолдануға рұқсат етіледі. Ішкі қоршаудың оң жақ бұрышының төменгі жағынан сызбаның негізгі жазбасы жазылады. Негізгі жазбасын мазмұны, орналасуы және өлшемдері бойынша көрсетіледі. Сызбада өлшемдерді түсіру. Сызбада берілген нәрсені сызбасына қарап жасау үшін арнайы өлшемдерді қолдану қажет. Ал өлшемдерді дұрыс қоюға арналған олардың ережелері мемлекеттік стандартқа белгіленген. Сызбада берілген сызбаның өлшемдерін қою үшін алдымен сызбаны контурынан шығарып сызық сызуымыз керек. Шығару сызығы стандарт бойынша 1 және 5 мм шығып тұруы керек. Осы шығару сызықтарына перпендикуляр болатын өлшем сызығын сызамыз. Нәрсенің күрделілігіне байланысты өлшем сызықтарының бір немесе бірнеше параллель сызықтары болады. Стандарт бойынша өлшем сызықтарының арақашықтығы 6-10 мм болуы тиіс. 6-шы суретте көрсетілген. Алайда бірінші өлшем сызығын контурдың 10 мм, ал келесі өлшем сызықтарын осы сызықтан 8 мм арақашықтықта сызған дұрыс. Өлшем сызықтарының шетін нұсқамамен шектеп қояды. Нұсқама міндетті түрде сызғыштың көмегімен ұзындығы 6-10 мм болатын сызықпен сызылады. Кей жағдайларда нұсқама сызықтар өлшем сызықтарына сыймай қалса, онда өлшем сандары шығару сызығының сыртына сызылады. Айта кету керек, құрылыс сызбаларында өлшем сызықтарының шеттерін оңнан солға қарай 45 градус болатын, ұзындығы 2-4 мм болатын көлбеу сызықпен шектеп қояды. Жаңа тақырыпты бекіту. Өткен сабағымызға байланысты бірнеше сұрақтар. Нақты жауап
жазамыз. Және де үйге тапсырма. 6-шы сурет. Берілген өлшем бірліктер арқылы сызып көрсет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.